Құрметті ағайындар, достар, ораза қабыл болсын. Баршаңыздың Алла тағала тілеген тілектеріңізді қабыл қылып, отбасыларыңызда аманшылық болсын, еліміз тыныш болсын, не тілеген тілектерімізге жете берейік. Енді ораза айында біз сәресіден кейін кешке ауызашарда тамақ ішеміз. Қазір теледидардан да барлық басылымдарда айтып жатыр, тамақ аса майлы болмау керек, тамақ сінімді болу керек деп. Сол себепте мен сіздерге өзім қалай орам жапырақтан голубцы дайындаймын, соны көрсетейін дегенмін. Әрине, әр үйде әр хозяйка оны дайындайды, барлығы да білет, өте жақсы дәмді тағам. Бірақ мен аса майлы болып кетпесін, және те сінімді болсын, дәмді болсын деп сіздерге көрсеткім келеді, жай қарапайым түрін. Мінекей, мен ең бастысы мына орам жапырақты суға бұқтырған жоқпын. Мен бұны көп уақыт бұрын морозильный камераға, мұздатқышқа тастап қойдым. Сонда ол әбден мұздады. Қазір мен сіздерге көрсетем, мұздаған жаңағы орам жапырақтан голубцы өте жақсы шығады. Соны сіздер көресіздер. Не бізге керек? Мынау 800 грамм фарш, 800 грамм өзім тарттым. 2 пиязды және те мына сарымсақты мен қазір неге турап жіберем, фаршқа қосам. Мыналар бізге жеке тұздыққа керек. Және те тұздыққа мен мындай полу горький перец дейді, осыны қосам. Біз өзіміздің участогымызда бұны өсіріп, сосын күздігіні турап-турап осындай ыдыстарға қатырып қойғанбыз. Өте тамаққа жақсы дәм береді. Содан кейін, енді сіздер білесіздер, орам жапыраққа күріш қосылады. Бірақ мен көп ойландым. Күріштің, мысалы, қант диабеті бар адамдарға, және те ішқұрыс асқазаны ауыратын адамдарға бұл өте ауыр болады. Сол себептен мен өзім соңғы кездерде осындай гречка дейміз, міне гречканы бұқтырып, күріштің орнына соны қосып жүрмін. Бір ерекшелігі осында, менің жасаған голубцымның. Егер де солай жасап көрсеңіздер, өте дәмді болады. Мысалы, мен қазір бұқтырып дайындап қойдым, енді бұқтырмаған күйінде 280-300 грамм міне осындай боп, осындай түрде, осындай кесемен міне мен дайындап бірнеше қайтара жуып, осылай қып бұқтырдым, сонда осындай бір кесе боп шығады екен. Және те бұрыш қосамыз фаршқа. Бұрыш қосқанда бұл жерде орта қасық, үлкен қасықпен бұрыш, және те тұз бір қасық. Енді подливті мен оливковое масло дейді, оливковое маслоға қуырамын. Мынау именно сол қуыруға, жаңағы көкөністерді қуыруға арналған осындай май. Осы енді әрине неше түрлі басқа дәмдеуіштерді қосуға болады, бірақ мен өзім қарапайым түрін көрсеткім келіп тұр. Фаршты дайындауға кірісемін. Фаршты жаңа айттым, 800 грамм деп. Жаңағы пияз бен сарымсақты мен блендер, міне осы блендермен айналдырдым, жасадым, майдаладым. Енді осы фаршқа қосамын. Сарымсақты көп қосып керек емес, бірақ қана зұп жетеді. Пияздың мол болғаны жақсы. Енді бұған жаңағы айтқан орта қасық, үлкен қасықпен бұрышты қосам. Мынау тұзым без верха, столовая ложка соли. Так, енді бұған мына гречканы қосам. Менің енем маркам бұны қарагашы дейтінді. Мен қарагашыны қосам. Әр хозяйка өзі баптап, байқап көру керек. Қазір араластырып көрейін. Қалай болады екен. Шеттеріне түсірмей. Нетсек, мен ана нені гречканың бірақ қана қайнау ішінде
қылып жасаймын. Вообще көбінесе до полной готовности почти. Потому что ол күрішті емес, кішкене қатты болып қалмасын. Фаршты дайындап қоямын осылай. Сосын кішкене тұра тұрады, пока мен капустаны дайындағанша дейін. Жақсылап тұрып бұны мышқылап. Енді бұл тұра тұрады. Мен капустаға кірсем. Не айттым бағана сіздерге айтқандай тұтас морозильный камераға салып қойдым. Сонда жатты. Енді бір кем дегенде бір 15 күн жатқан шығар. Мына ортасындағы кочерышкасын алып тастаймыз. Бұның мына мұздатқан несі жақсы деп сұрауыңыз мүмкін. Мына свежий капустаны неше жерден бұқтырсаң да, ол сына береді мысалы. Міне мынаны қараңызшы, қалай тұтас түседі. Бар жапырақтарының барлығы сынбайды да, осыған міне қиналмайсың. Сосын нешеге бөлгің келеді бөле бересің. Бірақ міне қалай әдемі бұл барлық жапырақтар міне түсіп жатыр. Қараңыздар. Өте-өте жақсы. Суға бұқтырғаннан гөрі уақыт та жоймайсың. Міне және де бір мына орым жапырақтың бір жапырағы сынбайды. Осылай міне тұтас әп-әдемі болып түсе береді. Сол үшін мен мұздатамын. Қараңыздар. Барлығы да тура әдемі болып түсіп жатыр. Мына жерде жібермей қалған жерлерін тағы да пышақпен босатуға болады. Қатты жерлері қалып қояды. Соңғы қалай орайтынымды да көрсетем. Міне осылай. Енді міне турап қойған пияз бен сәбізді мен майда сәл ғана қыздырып қойдым. Ең ақырына қойдым. Кастрөлдің крышкасын жаптым. Қазір бір кішкене қуырылғаннан кейін осы полугорький перецтен қосам, және де бір қасық, бір столовый ложка томат қосам. Енді қазір осыны орам жапырақты нетуге кірісеміз, жасауға кірісеміз. Міне енді фаршым дайын. Енді мына орам жапырақтардың ең кішісіне, енді кішкентайлар бар ғой, сол ешқандай бөлмей осылай жалғыз өзін ораймыз, міне. Енді үлкендеуін екіге бөлу керек. Мен ылғи мына жерінің қаттысы болады, мына орам жапырақтың, соны алып тастаймын. Үлкен жапырақты екіге бөлемін. Мен мынау қатты жерін алып тастауға да болады осылай. Ол ештеңе етпейді. Сосын осы жерге начинкамды салып орай берем. Мен осылай бір айналдырам. Сосын мына жерін көрдіңіз бе, қалай нетіп атсам да нетпейді, сынбайды жапырақтары, қалай орасам да. Ешқандай немесе жарығы жоқ, кесілгені жоқ, бүтін түседі. Мына жерде өздеріңіз білесіздер ғой, қатты жері болады, оны алып тастау керек. Мынау енді орташа жапырақ. Оны бөлмейміз. Бөлуге де вообще-то болады. Мен бөлмедім что-то. Қалай орасам да, көрдіңіздер ғой, мына жапырақ қирамайды. Бұл енді жаңағы мұздатқанның несі ғой, кереметі сол. Міне мысалы үлкен жапырақ. Мына қатты жерін ар жағын тесіп алмай, үстіп алып тастаймыз. Жапырақты былай қоямын да, мына бұл жеріндегі қаттыларын да алып тастаймын, қажет емес.
Енді міне дұрыстап өзіме ыңғайлап қойдым да, ішіне начинканы салам. Біреу үлкен, біреу кіші болса, ол ештеңе етпейді. Бәрібір бірдей піседі барлығы. Міне осылай орадым. Осылай қоя берем. Міне кеңіз тағы да. Бұрын мен суға бұқтырып, орам жапырақты, содан кейін нені жасайым, дәмді болуым болады, бірақ жапырақтары қирап, осылай орауға келмей қалады кейде. Отходы өте көп шығады. Мынаны осылай орадым да. Болды, ешқай жері жарылған жоқ, ешқай жері кесілген жоқ. Міне кеңіз тағы да бір рет көрсетем. Міне осындай жерін алып тастаймыз жұқалап. Мына жапырақты екіге бөлуге болады. Алып тастадым. Өзіме ыңғайлап кетіп қоям. Енді начинкасын салам. Начинкасы көп. Менде жалғыз осы капуста емес, ана жерде тағы да біреу бар. Дайындап қойған. Мүмкін сіздерге фаршты өзі 2-3 адамға істесеңіздер, аздау салсаңыздар болады. 1,5 килограмм фарш. Гречканы өзі любая хозяйка қолмен елегенде белгілі болады. Көп салыватсыз ба, аз салыватсыз ба дегендей. Мен тағы да біреуін көрсетейін. Міне начинкасын саламын. Қазір осының начинкасын салып болғасын, мен сіздерге немді көрсетейін. Қазанға уже пияз бен сәбізді салып қойдым. Олар қуырылып қалды. Енді олар оған енді полугорький перецті соңынан қосу керек. Қазір көрсетейін. Полугорький перецті 2 қасық қосам. Кішкене тұздан қосуға болады, бұрыштан қосуға болады. Пияз бен сәбіз қуырылып болып қалды. Осыған мен енді 2 қасық осындай неден қосамын, полугорький перецтен. Және біреуін қосып қойдым. Содан кейін томат салам. Томат. Және те кішкене тұзбен бұрыш салу керек, оны да және салып қойдым. Мен осы қуырылып, ақырын-ақырын ең аз отта қуырыла береді. Мен пока жаңағы голубцыйымды арман қарай жасай берем. Міне, құрметті ағайындар, міне дайындап қойдым, осылай қып орап. Бірді несі жапырағы қираған жоқ, барлығы өте әдемі болып шықты. Мынау енді екінші орам жапырақ менде дайын тұр, бұның начинкасы да дайын. Мен бұны жасайым да, жаңа мұздатқышқа салып қоям. Жалпы біздің үйде өзіміз солай дайындаймыз. Мантыны да мұздатып қоямыз, пельмен, вареники, және де осындай орам жапырақты. Сонда қонақ келіп баса жазатайым, не өзіміздің қарнымыз аш тұрса, біз уайымдамаймыз. Осыны тек алып шығып дайындаймыз. Ең көбі бір 30, әрі барса мантыға 45 минут кетеді. Сонда бұл өте қолайлы, бұлай жасап қойған бір қолым болсында. Менің 4 қызымның 3-і тұрмыста, сол 3-і осылай дайындап қояды, бар тамақты алдын ала. Қонаққа келе жатырым десе уайымдамайды, барлығы да өздерінде дайын уже. Ал енді менен дайын болды. Подливный деуге болады. Осы менің жаңағы пияз, сәбіз, осының барлығын мен түсіріп алам. Қайтардан алам да. Осындай. Астында кішкене майымен қалады. Енді мына голубцыларды ішіне салам. Ең алдымен үлкендерін, кішкене қалыңдаулары бар болса, соларды салу керек. Ақырындаттым кішкене астын. Соларды саламын. Бұлар күймейді. Бұл жерде 1 грамм су қосуға болмайды. Қазір өзінің сулары шығады. Орам жапырақтың өзінің суы шығады.
өзінің суы шығады. Орам жапырақ көбіректеу болып кетсе, үстіне қоя береміз. Бірін үстіне бірін. Осылай қойамыз. Болды. Енді жаңағы дайындаған подливімді осылай үстіне қоям. Үстіне салатының себебі, бұл енді қазір қайнағанда мынаның өзінің дәмі де, кішкене тұз салдым, кішкене бұрыш салдым. Жаңағы полугорький перец бар. Осының барлығы мына үстіңгі жағынан сінеді. Үстінен астына дейін барады. Өте дәмді болып шығады тағамдарымыз. Барлығын осылай салам. Енді крышкасын жабам қақпағын. Ең ақырына қоям. Содан кейін 40 минут тосам. 30-40 минут. Кейде 30-да дайын болады. Құрметті халайық, міне тамағым дайын. Голубцы. Енді бағана бастан бастап түсіндіріп айттым. Бұл ең ерекшелігі, мен бұның несіне күріштің орнына гречка қостым. Және де жаңағы қырыққабақты мұздатқышқа салып, мұздатып, сосын осындай жылдам дайындап қойдым. Енді баршаңызға ораза қабыл болсын. Біздің үйге ауызашарға келіңіздер.